Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін Арай. Мен бүгін сіздерге керемет бір шырынның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін осылайша 3 сәбізімізді жақсылап жуып тазалап алып, осылай бөліктерге бөлетін боламыз. Одан кейін 2 алмамызды да тазалап жуып, 4 бөлікке бөліп, ортасындағы қатты жерлерін алып тастаймыз, қабығын ашымаймыз. Достар, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осылайша енді қазанымызға жәнегі сәбізімізбен алмамызды салып, үстіне суымызды құямыз. Одан кейін 200 грамм қантымызды салып, сәбізіміз пісқанға дейін қайнататын боламыз. Мінекей сәбізіміз пісті, жұмсарып, енді блендердің көмегімен осылайша пюре жасап, одан кейін лимонның қышқылын кішкене қасықтың ұшымен салып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздердің қою болып кетсе, шырындарыңыз, онда үстіне қайнаған су құйып дайындасаңыздар болады. Осындай сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Сәбіз көз ауруларында, жоғары тыныс жолдарында, ауыз қуысының қабынуында ем болады. Және де достар, сіздер менің видеомды ең бірінші болып көргілеріңіз келсе, онда сіздер подписаться бөлімінің жанында қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда сіздер менің ең бірінші болып видеомды көре алатын боласыздар. Мен каналымда өте қарапайым жолдармен жасалатын, көп затты қажет етпейтін рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздер де осындай шырынды жасап көріңіздер. Ас болсын.